Өткен ғасырдың басында қазақ даласында мемлекетшілдік ұран оянды. Сан ғасырға жалғасқан отаршылдық бұғаудан босанудың халық әрекеті басталды. Осы баяндастың басында қазақ оқығандары тұрды. Олар бір тудың астына бірікті. Алаш партиясы қазақ халқының тұңғыш ұлттық демократиялық партиясы. Алаш партиясын құру жөніндегі мәселе 1917 жылы 21-26 шілде аралығында Орынбор қаласында жалпы қазақ съезінде талқыланды. Алдымен Әлихан Бөкейхановтың басшылық етуімен партияның облыстық ұйымдары құрылды. 1917 жылы қазан айында Семейде, Омбыда, ал қараша айында Орынборда облыстық партия комитеттері ұйымдастырылды. Сөйтіп, жаңадан құрылған партия Алаш деген атқа ие болды. Алашское движение – национально-освободительное движение против политики Российской империи в первой четверти XX века. Борьбу возглавила национальная интеллигенция. Программным документом Алашского движения стала Каркаролинская петиция 1905 года. Демократы-просветители Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсынов и Мустафа Шокай искали пути развития казахского общества. Главной целью Алашского движения было самоуправление казахского народа, право народа на создание самостоятельного государства. По инициативе руководителей движения были созданы журналы «Айкап», газеты «Бирлик Туы», «Сары-Арка», «Акжол», которые на своих страницах вели большую пропагандистскую и просветительскую работу. Партия бағдарламасының жобасы 1917 жылы Қазақ газетінің 251 санында жарияланды. Бағдарлама бойынша Алаш партиясы Қазақ облыстарының, қазақ халқының бір мемлекетке бірігіп, Ресей Федерациясының құрамына автономиялық негізде енуін қолдады. Сонымен қатар, дінді мемлекеттен бөлектеу, сот ісін қазақ тілінде жүргізу, әскери қызметін өз жерінде атқару, жұмысшыларды заңмен қорғау, жалпыға бірдей ақысыз оқыту, жиналыс, сөз, баспасөз еркіндігі, жерді алдымен жергілікті халыққа беру сияқты мәселелерді көтерді. Представители Алашского движения выступали за сохранение традиционного животноводства, развитие земледелия, торговых отношений. Значительное место в их программе занимало развитие национальной культуры, образования и казахского языка. Алаш партиясының көсемдері бірнеше ғасыр Ресей империясының отары болып келген Қазақстанды езгіден құтқару және оның мемлекеттілігіне қол жеткізу мақсатын көздеді. Алдыңғы шепте Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Халел Досмұхамедов болатын. Алаш қазақ елінің мемлекет құру тәжірибесі мен мемлекетшілдік мүддесінің үзілмеген арқауы. Ол зиялыларының қажырлы еңбегі кеңестік мемлекеттік мекеменің негізін қалады. Кешегі Алаш идеясы бүгінгі тәуелсіз Қазақстан. Алашское движение достигло пика в 1917 году. Была создана партия Алаш, Туркестанская автономия, правительство Алаш-Орда. В 30-е годы начались репрессии против активистов движения. В 1937-1938 годах многие были расстреляны как враги народа. Работа Алашского движения продолжалась за границей. Об этом свидетельствует деятельность Мустафы Шокая, который в течение 10 лет за рубежом выпускал журнал «Молодой Туркестан».